Негізі Сулейфаны тоқайға немесе жылань айтуға ойнайды. Бүгін бейнероликта Сулейфа жайлы, бірақ та ең қызықтысы Сулейфа арқылы сен табыс табатын боласың. Сулейфа ойнайтын кезде саған қарама-қарсы бір адам отырады. Екеуін бір уақытта камень ножницы бумаганың біреусін таңдайсыздар, иә, бет қолмен. Содан кейін араларыңызда біреу жеңіске жетеді. Мен көрсетейін деп жатқан сайттан дәл солай, бірақ та сізге қарама-қарсы отырған адам ол онлайн арқылы отырады. Екеуіңіз тоже бір уақытта камень ножницы бумаганың біреусін таңдайсыздар, және де кім ұтады, сол ақша алады. Ал ұтылған адам келесі ойынды ойнайтын болады. Және де сіздерге арнап менің сілтемем арқылы регистрация өткеннен кейін сіздер тегін түрде $5 ала аласыз. Сулейфа ойын ойнап қалай ақша табамыз, және де $5 қалай аламыз, сол жайлы осы бейнероликта қазір сіздерге толықтай түсіндіріп айтып беретін боламын. Кеттік. Сайттың аты камень ножницы бумага деп аталады. Сілтемесі осы бейнероликтің описаниясында тұр. Бұл жақта ешқандай регистрация жасап керек емес. Бар болғаны сіз өзіңіз кошелегіңізді бұл сайтқа тіркеу керексіз. Ол үшін мына play деген түймені басасыздар. Екі кошелек және де 5 некасияльный кошелек нұсқа ретінде көрсетілген. Менің нұсқамда MetaMask'ты таңдаймын. Өз кошелегімді осы сайтқа тіркеймін. Подключиться деген түймені басамын. Сіз егер де бірінші рет кіріп отырсаңыз, онда Arbitrum, Ethereum, Polygon, Base осы 4 блокчейннің біреусін таңдау керек болады. Arbitrum блокчейнін таңдасаңыз, онда сіз MetaMask'қа кіресіз. Мына жерде сіздің сетіңіз Arbitrum болу керек. Мысалы, менде Arbitrum қосылып тұр. Arbitrum счетында және $10 жатыр. Мен осы $10 осы жоба үшін қойған болатым. Және достар, сіздер эфирумда $1 болса да жеткілікті, өйткені бұл жақта газға да төлеп отырасыз каждый раз. Сондықтан енді бұл копейк. Мына жерде бізге криптовалютаны таңдау керек. Менің нұсқамда USDT таңдалып тұр. Сондықтан баланста қазір мен көрсетіліп тұр. $10 бар бізде деп. Енді мына жолға бізге сумманы енгізу керек. Қанша қоямыз? Мысал ретінде $1 дейін. Негізі бұл жақта минимально 1 центтен басталады, яғни осылай қойсаңыз да болады. Мен бірақ та қазір $1 деп қоямын. Аяқтан түймені басамын, және де бізге транзакцияны подтверждение жасау керек. Бізде MetaMask қайтан ашылады, максимально, яғни мен $1 дем, сондықтан $1 деп қоямын. Далее де басамын. Аяқтан мені бізге комиссия төлеу керек. Комиссияны ең төмен бағамен құю үшін аяқтан низкая деген түймені басамыз. И бізде 0,2 цент қолданылады газға. Одобрить деген басамын. Бізде транзакция қазір сәтте жүріп жатыр. Күтетін боламыз. Транзакция сәтті орындалды. Ендігі сәтте start game деген түймені басамыз. Енді қазір бізге онлайн қарсылас іздену процесінде жүріп жатыр. Так, бізге подтвердить деген түймені басамыз. Бізде $1 алынатын болады. Қарсыласты күту қанша уақыт десеңіздер, қазір мына уақыт бірден есептеп кетейік. 20-22 күтейік, енді адам шыға ма, шықпай ма. 2 минут өтті, міне 2 минутта біздің қарсыласымыз шықты. Ендігі сәтте ол да $1 бұл жаққа қойды, мен де $1 қойдым. Енді кім ұтады, сол $2 алады. Бізге енді бұл жақта камень ножницы бумаганың үшін біреусін таңдау керек. Давайте камень таңдайық. Біріншісі осы болсын. И мына жақта подтвердить. Так, тоже нақта бізде газға стайды екен. Разница жоқ екен. Онда подтвердить деген басамын. Күтеміз. Транзакция жүруде. Мына жақтан енді жауабын күтеміз. Ол жауап қандай қояды екен. Так, бізде тағы да транзакция сұрап жатыр. Подтвердить. Күтеміз. Ничья болды. Міне қараңыздар. Бізде ол да камень таңдады, мен де камень таңдадым. Енді қайттан бізге таңдау керек. Давайте ножницаны таңдайық. Қайшыны. Бұл жақта каждый раз транзакцияны поддержать етіп отыру керек. Да, өкінішке орай бұл жақта біз ұтылдық. Ода камень шықты. Жақсы. 0-1. Бұл жақта до 3 ойнайды. Сондықтан әлі бізде мүмкіндік бар ұтуға. Так, қайттан қайшыны таңдаймын. Да, 1-1 счет. Мына жақта біз ұтып кеттік. Давайте үшінші рет тағы да қайшыны таңдайық. Қызық болсын. Қайттан ничья. Қайттан ничья, бізге енді басқасын таңдау керек. Так, бұл жақта қалай болады? Қазір ол қайшы таңдау мүмкін қайттан. Қайшыны таңдаса, онда мен аяқта каменьді таңдаймын. Давай, енді ұтайық. Тағы да 1-1 екеумізге сәйкеске қалыватыр. Енді ойлану керек. Так, ол бағынан бері алды. Қайшы болу мүмкін. Мен давайте қайттан қайшыға оралам.
Так, 2-1 достар. Мына жақта ұттық. Енді тағы 1.30 керек бізге, сонымен болды. Так, енді қараңыздар. Мынаны алды. Так, не қою мүмкін? Қазір ол ойлайды, мен тағы да қайшы қоямын деп. Қайшы қойса, онда камень қою мүмкін. Ай, тепетен қайтадан тең болып қалды. Так, қайшыны қайтадан таңдай салғанда дұрыс болып кететін еді онда. Так, енді қалай болады? Қайтадан осыны таңдаймын. Қайшы таңдау керек все-таки. Теміз 3-1. Все, міне достар, біз бұл жақта 30 болды, және де Виктор деп шықты. Бұл сайттан ақша шығарып керек емес, бірден өзіңіздің кошелегіңізге түсетін болады. Міне $1 табысқа жеттім. Осылай сіздер Solify арқылы табыс табатын боласыздар. Бірақ айта кетейін, эфирумды міндетті түрде тоже $1-2 толтырып қойыңыз, ол газға керек болады. Осы сіз ойнай алмайсыз. Енді сіздерге қалай $5 алу керектігін көрсетейін. Ол үшін Discordқа өтеміз. Discord'ың сілтемесі уже описаниедан таба аласыздар. Камень ножницы бумаганың Discord'ы. Яғни 5 USDT бонус дегенді тауып аласыздар осы бөлімді. Старт дегенді басамыз. И мына жерде бізге сұрап тұр, өзіңіздің кошелегіңізді енгізіңіз деп тұр. Яғни крик бағана қолданған кошелекті енгізетін боламыз. Мысалы, получить деген басам, осы скопировать ете аламын, қоямын. Біздің ойынды қалай таптыңыз деп тұр, онлайн арқылы, яғни интернеттен, сондықтан онлайн жазылайын. Сіз қай мемлекеттен боласыз деп тұр, біз әрине Қазақстан деп жазамыз. Отправить деген түймені басамыз. Тикетті ашқаннан кейін мына жерде хэштег тикет 0604 деген осы жақта пример басасыздар. Енді ол $5 алу үшін өзінің условиясы бар. Қандай десеңіздер, камень ножницы бумага ойыны сіздер минимум $1 қойып ойнау керексіздер. Бұл условияны қазір ғана орындадық. Одан кейін екінші условия бізге скриншотты жасау керек, ойынды ойнап болғаннан кейін. Плюсікті басасыздар, осындай скриншот жасайсыздар. Мысалы, мен мына жақта 3-1 болып отқан жерімді скриншот ретінде жасап алдым, и мынаған жібердім. Және бізде үшінші условия осы твитті репост жасау керек. Егер сіз өзіңізде твиттер болса, онда осы сілтемені тоже описаниедан таба аласыздар, және де мына жақта мына твитті басасыздар. Яғни репост жасайсыздар. Все, болды. Твиттеріңіздің профиліңізді жібересіздер, мына жаққа отправить деген басасыздар. Болды достар, осының арқасы сіздерге $5 тегін түрде жіберетін болады, сіз $5 шешіп аласыздар. Және достар, информация бойынша бұл жақта тағы да жаңа апдейт болады. Бағана біз ойыншыны іздедік қой, 2 минут уақыт өтті. Соның қысқартуда тағы да жолдарын қарастыратын болады, біздің уақытымызды алмау үшін, және тағы да басқа жақсы обновлениялар болады. Оны жақын арада күтетін боламыз. Және бұл жақта тағы да бір екінші ақша табу жолы реферальная программа. Ол үшін аяқта 3 сызықты басасыздар. Реферальная программа деген түймені басамыз. Реферальная программаны жеке сілтемемізді алу үшін өзіміз қолданған адрес кошелегімізді енгіземіз. Төмен жақта бірден бізге осындай реферальная программаның кошелегі беріледі. Осыны копировать етіп алып, сіз достарыңызға жібересіздер, олардан қандай пайда десеңіз, яғни олардың құйған депозитінің 0,5% сізге түсіп отыратын болады. Жалпы достар, бұл сіздерге таныстыру мақсатында ретінде көрсеттім. Бұл жобаға кірмейсіз бе, ол әрине өз таңдауыңызда. Сіздермен мен болған Әлібек, сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.